Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен бүгін үй жайында магазиннің сүтімен ірімшік дайындаудың рецептімен бөлісемін. Магазиннің 6% сүтін қолдандым. Сүтімізді жақсылап қайнатып аламыз. Осындай көбік пайда болғаннан кейін араластырып, айран қосамыз 400 грамм. Газдың астын баспаймыз, қатты отта қайнау керек. 200 грамм қант қосамыз. Егер тәтті болған қаласаңыздар, 300-400 граммда қосуға болады. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң бетін жауып, баяу отта 3 сағат қайнатамыз. Дайын болған ірімшігімізді сүзіп аламыз. Алдын ала ситамды дайындап қойдым. Негізі марлей қолданған өте ыңғайлы. Ірімшігімізді сүзіп болған соң бетінен тарелканы жауып, ірімшікте қалып қойған сары судың барлығы шығып кету үшін осылай қолданамыз. Бетіне 5 литрлік ауыр болу үшін сұйық майды қойдым, осылайша бір түн тұру керек. Достар, ірімшігіміз дайын болды, барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.